Қызылжарлықтарға орманда демалуға тыйым салынуы мүмкін. Облыстық әкімдік осындай қаулы жобасын дайындап қойыпты. Құжатқа сәйкес, ауа температурасы 25 градустан жоғары болған кезде жұртқа орман алқаптарына жолауға болмайтын көрінеді. Қаулы ресми ақпарат құралдарында жарияланбады, алайда электрондық үкімет порталына ілінген. Қалың бұқара бұл жаңалықты оң қабылдамады. Бұл азаматтарды таза ауадан шектеу дейді жергілікті тұрғындар. Ол қазір карантинде отырмызда, бала-шаға бәрі үйде отыр. Шыны керек, қазір әрең ұстап отырмыз да бала-шағаның. Негізі адам деген аптасына бір рет тау, судың жағасына барып демалып қайту керек қой. Негізі ол қаулысы дұрыс емес деп санаймын. Закрывать-то, конечно, нельзя. Орманды жабу дұрыс емес. Қалада тынысым тарылады. Орманға қалай шықпаймыз? Ол жер онсыз да қоқыстан көрінбейді. Сондықтан шектеу енгізгенше бақылауды күшейтсін. Әкімдік өкілдері бұл жергілікті биліктің емес, экология министрлігінің бастамасы деп ақталды. Демек, құзырлы органның нұсқаулығы тек солтүстік өңірді ғана емес, орманы бар өзге аймақтарды да қамтыса керек. Существует высокая пожарная опасность. Ауа температурасы көтерілгенде ормандарда өрт қауіптілігі артады. Еліміз бойынша солай. Сондықтан экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі орман қорын сақтауды көздеп отыр. Бұл нұсқаулық бізге шілденің 21 күні келді. Оны бекітудің өз ережесі бар. Қазір қаулының жобасы сол ережеге сәйкес пысықталып жатыр. Ал төтенше жағдай қызметінің мәліметін сараптаса, биыл Қызылжар өңірінде ормандағы өрт саны керісінше азайып отыр. Сандарға қарасақ, орман өртіне көбіне қарапайым тұрғындар емес, шаруашылықтар кінәлі екен. Произошло 17 лесных пожаров. Жыл басынан бері өңірде 17 орман өрті тіркелді. 37 гектар жер өртеніп кеткен. Бірақ бұл былтырғы жылдан қарағанда шамамен 10%-ға төмен. Орман өртіне негізінде шаруашылықтар айыпты. Олар дала шөбін өртеген кезде жалын тілі орманға өтіп кетеді. Жыл басынан бері 800-ге жуық рейд жүргізілді. 170-тен астам адам әкімшілік жауапқа тартылды. Қаулы жобасын облыс әкімі қолдап қол қойыпты. Дегенмен ол құжаттың қабылданғанын білдірмейді. Өйткені бұл мәселе жақында қоғамдық тыңдалымда талқыланады екен. Табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы мамандарының сөзіне сенсек, қаулы азды көпті өзгерістерге ұшырауы әбден мүмкін. Себебі Петропавлда демалыс орындарының дені осы орман алқаптарында орналасқан.